Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы. 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қараөзек ауылының тумасымын. Астана қаласының тұрғынымын. Тиімділік идеясының авторымын. Осы тиімділік идеясының ауанында 100 күндік программа жасағам. Міне сол 100 күндік программаны қайсы елдің болса да, қайсы елдің болса да, сол елдің президенттері ғана іс жүзіне асыра алады. Менің бүгінгі үндеуім елімізде белгілі саясаткер, премьер-министр болған Әкежан Мағжанұлы Қажыгелдинге арнап отыр. Әкежан Мағжанұлы Қажыгелдиннің Азаттық телевизия журналистіне берген сұхбатын көргеннен кейін осы үндеу жасауға шешім қабылдадым. Себебі Әкежан Мағжанұлы сол сұхбатында осыдан 1-2 күн бұрындағы елге деген сағынышын, өткізген өкініші, сол жайында енді негізінен сондай не болды, сараптама жасап өткенге, сөйтіп болашаққа кішкене болжау жасаған несінде. Маған түрткі болғаны о кісінің қазіргі өкіметте және де мүмкін осы елдің ішінде өзіндік барлық жауапкершілікті өзіне алып ұсыныс, идея айтатын адам жоқ деді. Мүмкін о кісі кездеспеген шығар, мүмкін о кісі білмейтін шығар. Менің қазіргі өзгерісті, реформаны жасауға, қазіргі бағытты, қазіргі таңдағы қиыншылықтардың барлығынан алып шығатын ұсыныс, идеямның хабары жоқ екен ғой. Әйтпесе мен осы 20 апрель биыл 2025 жылғы 20 апрельден бүгінгі күнге дейін айналдырған 5-6 ай, 20 апрельден бүгінгі, мынау тек қана тізімі 69 видео үндеу, 69 видео үндеу жасағам. Құрметті Әкежан Мағжанұлы, міне мынау тізімі тек қана, міне мынау басынан 20 апрель 2025-тен бүгінгі күнге дейін 69 видео үндеуді кеше, одан 10 күн бұрын, 9 күн бұрын жасағам. 10 күн бұрын қазақ тілінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атына үндеу және обращение деп соның орыс тілі. Осы 69 үндеудің жартысы қазақша, жартысы орысша. Мынау бүгінгі қазіргі жасап отқан видео үндеуім 70. Осыдан кейін осының орыс тіліндегі нұсқасында жазамын. Сіздің сол жаңағы берген сұхбатыңызда 18 айда реформа жасауға болады дегеніңізге мен 100% қосылам. Керек десеңіз 18 ай емес, мен 100 күннің ішінде программамды іс жүзіне асырсақ, сол реформа келешекке сол даңғыл жолға салып беретін менде ұсыныс бар. Міне сол ұсыныс жайлы қазір сол ұсыныс программам, 100 күндік программам жөнінде қысқаша, барынша қарапайым тілде айтып көрейін. Мен жақында осы кеше Григорий Алексеевич Явлинскийдің 500 дней деген несіне программасына соның тарихы, соның будущее, дорога в будущее и 500 дней деген несінкін уроки с этого деп берген сұхбатын көрдім. Міне сол сұхбаттағы сол программасы жайлы, соның тарихы, соның қандай қиыншылықтарға кездескені, қандай нелермен бағытта болғаны және оның
механизмдері, суть идея, суть программасы жөнінде айтқан болса, міне осы форматта мен қазір осы сізге жасаған үндеуімде, құрметті Әкежан Мағжанұлы, және де сіздің атыңыздан осы менің идеяма, осы менің программама қызығушылық танытатын адамдарға шет жағасынан бастап өмірге енгізу механизмі жайлы, ерекшелігі жайлы соның несін айтып бермекшімін. Міне ең негізгісі тиімділік идеясының негізінде жасалған 100 күндік программаның негізі өзегі тиімділік заңын қабылдауда. Тиімділік заңын бір ел көлемінде қабылдауда. Бұл 100 күндік программаны түсіну өте қиын. Түсіну өте қиын болатын себебі қазіргі таңдағы бүгінгі күнгі парадигма. Әкежан Мағжанұлы, сіз парадигманың не екенін өте жақсы түсінесіз. Парадигма, яғни көзқарас, таным. Осы бүгінгі таңдағы таным, көзқарас, бүгінгі таңдағы парадигма. Текетіреске, күреске қайтсем қарсыласымнан басым түсем, қайтсем айламды асырам, қайтсем противникті, қарсыласымды жеңемін, содан басым түсемін деген пиғылға негізделген, яғни күреске негізделген. Ал бұл парадигманың, бұл түсініктің келешегі жоқ. Ал енді менің идеям әріптестікке екі жақада, жан жақада қатысушыларға барлығына бірдей тиімді болуда. Міне тиімділік идеясының негізінде. Міне қазіргі барлық мәселелердің, барлық туындап отқан қиыншылықтардың түп себебі күрес, текетірес, айла-шарғы, өтірік, қулық, сұмдық соған негізделген. Соның әсерінен, түпкі себебінен, соның несінен туындаған салдары, соның салдары келе себебіне айналып, себебінен салдары туындап, салдарынан тағы себеп туындап, сөйтіп мәселелер шиеленсе, күрделене, бұл мыңдаған жылдардан ары кетсек, жүйе, система, бұл нелердің арасындағы текетірес, капиталистік, социалистік, бай, кедей, солардың арасындағы текетірес, тартыстардың нелердің барының түпкі себебі сояқта. Ал енді оны шешудің жолы қайсы? Орыстарда мынандай не бар? Отрубить Гордиев узел дейді. Отрубить Гордиев узел. Яғни, шиеленіскен мәселелерді оның шетінен бетіп, анаусы деп тарқатып неғып жату емес. Обнуление жасау. Яғни, барлық мәселенің несінкінде жаңадан. Міне соның несі бар ма? Бар. Бұл еңбек қатынасының басталатын жерінде. Яғни, тиімді еңбек заңын қабылдап, әрбір жұмыс орнында, ол жұмысшы неден, мынау шаруа, малшы, диқан, жаңалдегі жұмысшы станокта неде отырған, токар дейміз ба, басқа дейміз ба, маман, мұғалімдер, медик, жаңалдегі медицина қызметкерлері, правовый, жаңалдегі ненің қызмет ететіндер, жаңалдегі құқық саласының қызметкерлері, қызмет саласының қызметкерлері, логистика, транспорт, барлық. Даже шиновниктер, кішігірім басшылар, жоғары келем министрлер, әрбір саланы представить ететін, премьер-министр, президенттің өз жұмысын атқарушы. Міне, әрбір жұмыс
орнындағы президенттің орнының өзі де жұмысын атқарушы. Міне соның барлығына ортақ нәрсе тиімді еңбек қатынасына түсуінде. Мен енді бұны кеңірек былайша отырып алдыңғы нелерімді айтқанмын. Енді қазір бәрін қайталап айта беруге мәжбүрмін. Оны айтпасам, оны қайталамасам, анау алдындағы 69-70 менің соным немді барып қарап көрсеңіз, содан болады деп айта салуға болады. Бірақ қысқаша ненің негізгі мәтінін, негізгі несін, суть идеяның мәселені айтуға мәжбүрмін. Егер тиімділік заңы қабылданса, о тиімділік заңы негізінен мынандай принциптерді қамтуы керек. Бірінші, әрбір өз ісін орындаушы өзінің ісінің нәтижесіне мүдделілігін ояту. Бірінші принцип, қағидат десек те, бірінші қағидат сол заңның несінде. Кодекс бар ғой, мына кодекс, трудовой кодекс, уголовный кодекс, гражданский кодекс. Со сияқты кодекс выгодность, яғни заңдардың нелерін, жаңағы заңдардың свод законов дейді, кодекс, свод законов. Со сияқты тиімділіктің заңдарының свод законов выгодности. Значит, кодекс выгодности. Соның несін қалыптастыру. Сол арқылы. Сондағы бірінші қамтылатын заң. Соның ішіндегі бірінші принцип. Әрбір адамның мүдделілігін ояту. Екінші, әділдікті орнату. Екінші принцип. Соның несінде бір мезгілде. Үшінші, мәжбүрлікті туғызу. Міне егер жақсы мүдделілікті оятып, дұрыс әділдікті орнатса, мәжбүрлік туындайды. Яғни осы үш принциптің негізінде тиімді еңбек қатынасы орын алады. Қалай мүдделілікті туғызуға болады? Қалай мүдделілікті оятуға болады? Мүдделілікті оятатын әрбір іс-әрекет, әрбір еңбек жалақы еңбек ақысын алады. Сол еңбек ақысының көлемі, соның көлемі азайып көбеюі өзінің қолында екенін сезінсе, міне сонда мүдделілік оянады. Мүдделілік бірінші. Ал енді екінші, әділдікті орнату. Әділдік қай уақытта орнайды? Әділдік сол еңбек процесіне тікелей қатысы бар екінші адамның қолында жеткілікті құзыреті болса. Міне екінші, әділдікті орнату. Әділдікті, яғни сол еңбек процесіндегі әділдікті орнататын, еңбек процесіне қатысатын екінші адамның жеткілікті құзыретінің болуында. Үшінші, яғни осы екеуінің де еңбегін әділде дұрыс бағалайтын үшінші адам, дұрыс әділдікті орнатқаннан кейін үшінші орта буын несі. Міне мынау бірінші адам өз ісін орындаушы, екінші сол істің тікелей басы қасындағы орындатушы, яғни қолында жеткілікті құзыреті бар, билігі бар орындатушы адам. Екінші. Ал енді үшінші осы орындатушыдан тағы бір саты жоғары тұрған орта буын орындатушының. Ол да мына орындаушы мен орындатушының екеуінің арасындағы тікелей байланыс. Орындаушы мен орта буын үшінші екеуінің арасындағы байланыста тікелей байланыс. Мынау өз кезегінде орындатушы өз ісін орындаушы болып қалады. А мынау орта буын орындатушы мынаның кезегінде орындатушы болады. Міне осы екеуінің және мынау орындатушының екінші адамның еңбегін бағалағанда
орындаушының еңбегінің нәтижесі негізінде бағалау. Яғни осы екеуінің еңбегінің нәтижесі бағалау. Яғни функционалды связь. Мына жерде орындаушымен, бірінші орындаушымен, орта буын орындатушының арасында тікелей байланыс емес, тек қана функционалды байланыс. Мынаның еңбегін нәтижесі орындатушының еңбегін бағалауға негіз боласын ғана. Міне ең кереметі де, ең негізгісі де осы функционалдық связьдің болуында. Яғни мүдделендіруші және мәжбүрлеуші фактордың орын алуы. Мынау орындатушы, мынау орындаушыны барынша жақсы пайдалануға мәжбүр болады. Егер соның мынаны жақсы пайдаланбаса, мынаны жақсы осымен бірлесіп істеп, осының еңбегін барынша тиімді атқартқызбаса, өзінің еңбегі жақсы бағаланбайды. Осының еңбегінің жақсы болуына байланысты өзінің еңбегі болады. Міне сонда мүдделілік пен мәжбүрліктің туғызатын жерінде. Менің идеямның кереметі де сол. Мүдделендіруші және мәжбүрлеуші факторды бір мезгілде туындатуында. Ал енді осы тиімді еңбек қатынасы, тиімді еңбек заңының, тиімділік заңының іске асуы негізінде әрбір жұмыс орнында тиімді еңбек қатынасы орын алады. Құрметті Әкежан Мағжанұлы, мен өте қарапайым айттым. Бұны теориялық жүзде де, практикалық жүзде де, күнделікті өмірде де бұны сіз түсіне аласыз деген ойдамын. Бұл өте қарапайым. Кез келген экономист, кез келген маман тиімді еңбек қатынасын осыны түсіне алады. Міне жерде еңбек қатынасы туындайды. Ал енді осы тиімді еңбек қатынасы тиімділіктің үш бұрышын құрап тұр. Міне осы тиімділіктің үш бұрышы негізінде бір ел көлемінде тиімділік пирамидасын құрдым. Яғни төменнен бастап, міне мынау жұмыс орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы, одан бері қарай мекеме, жаңалдегі кішігірім мекеме, соның несінке мынау жаңалдегі арасындағы тікелей байланыс не арқылы сөйтіп мекеме, аудан, облыс, бір целиком министерство және міне жерде министр. Міне министр бүткіл бір саланы представить етеді. Ал енді одан министрден жоғары тұрған премьер-министр. Премьер-министрден жоғары тұрған президент. Ал енді президенттен жоғары тұрған бүткіл халықтың мүддесі. Міне осы тиімділік пирамидасы, замкнутый круг. Міне халықтың мүддесі жоғарғыда президент, орындатушы, премьер-министр, орындаушы. Яғни бүткіл үкіметтің барлық министрлердің бәрінің несін представить етіп отқан орындаушы. Міне сондықтан осы 100 күндік программамды мынау заң қабылдатып, содан кейін осы несін іс жүзінде көрсетіп беруім үшін 100-ақ күнге мені премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындауыңызды өтінемін деп 100-ақ күнге кез келген елдің президенттеріне үндеу тастадым. Үндеу тастап, әрине алғашқы өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атына жаздым бірінші үндеуімді. Оны бар болғаны 12.000 адам көрген. 20 апрельде жасаған. Ал орыс тіліндегі нұсқасын 11.000 адам көрген. Ал енді менің каналыма жазылғаны 1480 бір нәрсе. Значит, ал 1,5 мыңға жетпеген. Оннан бір ғана жазылған менің каналыма. Ал енді сонда мен осы айналдырған 5-6 айдың өзінде бүгінгі мынау жасап отқаным 70-ші видео үндеу. Құрметті Әкежан Мағжанұлы, сіз жаңалдегі берген сұхбатыңызда айтып қалдыңыз. Мен елдің ішінде осындай идеясы бар, ұсынысы бар.
соны іс жүзінде барлық жауапкершілікті өз мойныма алып, іс жүзінде көрсетіп берейін деген адамды білмедім, көрмедім деп отырсыз. Мүмкін менің мынау нелерім сізге жетпеген шығар. Мүмкін бұны көп адамдар несінен, бұл 70 видео болғанмен 69. Бұның ең көп көргені 12 мың ғана. Қалғаны міне осыны алдында 10 күн бұрын жасаған немде Тоқаевқа жасаған үндеуімді бар жоғы 102 адам көрген, 102 адам. Ал орыс тіліндегі нұсқасын 81 адам көрген. Бұны лайк басқан 4 адам, 5 адам. Лайк басылса, онда арғарай тарқар еді. Бұны көп адам көрмеген. Сондықтан менің каналыма жазылса, осы менің немді уақытылы көріп алуына мүмкіндік болар еді. Ал оны көп адамдар түсіне бермейді. Енді жаңалдегі айтып өткенімдей, Григорий Алексеевич Явлинский 500 дней деген программасы. Ол 500 днейдің программасының негізі сол кездегі ненің плановый экономиканы трансформация жасап, рыночный экономикаға қалай өткізуге болады. Соған күнбе-күн шағып, соның программасын енді первоначально оның 400 күн деген екен, бірақ кейін Ельцин оның 500 күн. Красиво звучит деп 500 дней деген екен. Менің де программам негізі 90 күн. Бірінші айда жақсылап, талқылап, іс жүзіне асырып, соның бір ел көлемінде. Оны жекелеген салада, министерствода, жекелеген салада, жеке компанияларда бұл іс жүзіне аспайды. Бұған тек қана бір ел көлемінде. Себебі бұған заң қабылдану керек. Тиімділік заңы қабылдану керек. Сол тиімділік заңын іс жүзіне асыру керек. Егер осы менің идеямды қолдап Тоқаевқа жеткізсе, мен уже Тоқаевқа жеткізе алмай келем. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа жеткізе алмай келем. Себебі мен қаншама осы видео үндеулерінен басқа мен алдыңғыларын айтпай-ақ қояйын. 18 август пен 5 сентябрьдің арасында, осы жақында Астанада тікелей барып канцелярияға азаматтарды қабылдау орталығына арызымды тапсырдым. 13 адамға, президентке, премьер-министрге, Ерлан Каринге, парламенттегі мәжіліс төрағасына, сенат төрағасына, Аманат партиясының төрағасына, президент жанындағы басқару академиясының ректоріне, ғылым және жоғары министрі Саясат Нұрбектің атына, және де 4 депутатқа қабылдауын өтініп, арыз жаздым. Біреу де өздері қабылдаған жоқ. Бірақ ішінде жаңалдегі тек қана ғылым білім министрінің несі, министерствоның жетекшісі, аппарат жетекшісі Мадияр Дүйсенбек, сол кісінің алдында кабинетінде болдым. Одан кейін тағы мына ненің несі министрі, мәдениет және ақпарат вице-министрі жеке қабылдауында болдым, және онлайн қабылдады. Онда да бұның несінкінде мәселе шешілмейді. Мәселені шешейін десе құзыреттерін дұрыс пайдалана алмайды. Неге? Әйтпесе қарапайым ғана, тек қана осы дүниені өзгертетін ұсынысымды елдің басшысына жеткізуге дәрменсіз, жауапкершілікті ала алмайды. Мен бұл жерде ешкімді кінәлап отырған жоқпын. Бұл жерде, как говорится, я констатирую факт. Мен жақында осы дат газетінде академик Оразалы Сәбден ағамыздың мынау жаңа өркениеттің 3 тұғыры, немесе ұлы ойшыл рухымен сырласу атты мақаласы 4 сентябрь 28 номерінде дат газетінің осы жарық көрді. Ал енді осы мынау әлемді өзгертуге осындай күшті керемет ұсыныс идеядан
ақпарат вице-министрінің мынадан хабары жоқ. Ал сіз хабарыңыз бар ма осыдан ары қарай не деп? Егер осы кісінің Оразалы Сәбден ағамызға менің идеямның несіменен пікірін білдіріп бере аласыз ба десем, кездессем білдірейін, сұрайын деп қояды. Оны кездескенде сұрамай, телефонымен немен звондап, бұдан 8-9 жылдан бері қарай мен WhatsApp нөміріменен Оразалы Сәбден ағамның WhatsApp-ына осы идеяларымды, осы жөнінде 5 топтама ойымды қысқаша жаздым. Оларды да солардың несінкін жеткізе алар емеспін. Оны әлеуметтік желіге де Facebook'қа жүктеп жатырмын. Оны көп адам көрмеген, таныс емес. Құрметті Әкежан Мағжанұлы, сізден үлкен өтініш, міне елдің арасында қарапайым қазақтың баласы өзінің ұсынысын президентке жеткізе алмайды. Президентке осы ұсынысымды айтайын деп 15 минутқа қабылдаса маған жетеді. 15 минутқа 15 минуттық аудиенциясын ұйымдастырып берсеңіз, сіз осынденікіні айтсаңыз осындай, енді сіз аудицияны орны не қыла алмайсыз ғой. Просто осындай идеясы бар. Міне 70-ші видео үндеуін маған арнады деген бір ауыз сөзді айтсаңыз, сізді естейді. Жаңалдегі қат жаздым дедіңіз ғой, осыдан 1-2 аптаның несінде. Сол сияқты қатты жазыңыз. Менің идеямды мүмкін сіз қазір түсіне алмай отырған болсаңыз, кез келген сұрағыңызға жауап берем. Кез келген. Және де мен бір көшеде жүрген адам емес. 3 бірдей жоғарғы диплом. Міне 3 бірдей дипломым бар. Жоғарғы. Оның ішіндегі ең негізгісі Москвадағы институт управления. Менеджмент саласының маманы. Менеджмент. Институт управления 89 жыл бітіргем. 5 жыл оқып бітіргемін. Бірінші Жамбылда гидромелиоративный инженер гидротехник, яғни технар, мастер, прораб, начальник участка, нағыз чистый таза өндірістегі жұмысынан өткенмін. Одан кейін совхозда бас гидротехник және совхоздың директорының орынбасары. Кейін совхоздар тарқағаннан кейін кооперативтің, бірнеше кооперативтің төрағасы қызметтерін атқарған. Партияда институт бітіргеннен кейін 1,5 жылдай инструктор орг отделде инструктор қызметінде атқардым. Яғни партиялық саласында да бір нелерінен өттім. Мынау осы нағыз өзімнің өмірлік іс тәжірибемнің негізінде дүниеге келгеніне. Одан кейін үшіншісі Мұхтар Әуезов университетін сырттай, конечно, сырттай технология. Мына технология саласында негізінде жеңіл өнеркәсіп технологы. Міне мамандығым. Осы 3 ненің несімен маманымын. Кез келген сұраққа жауап бере алам. Ал енді менің қазір мына осы видео үндеуім 33-ші минуттан кейін үзіліп кетеді. Сол 33 минуттың ішінде үлгеруім керек. Сондықтан қазір мына уже 29-30-ші минутқа кетіп жатыр. Менің айтайын дегенім осы. Кез келген сұраққа жауап берем. Менің контактный телефоным 8775 404 0256. WhatsApp нөмірім 8776 139 56 21. Кез келген сұраққа жауап берем. Құрметті Әкежан Мағжанұлы, сізден өтініш, сіздің қолыңыз ұзын. Сіз кез келген осы мәселе жөнінде сұрақтар берсеңіз, соған маған байланысқа шықсаңыз, барлық сұрақтарға жауап берем. Егер осындай идея бар, осы идея жөнінде маған жаңалдегі қарсы пікір айтатын, болмаса осы идеям жөнінде жаңалдегі конференция ұйымдастырып, ғалымдардың, мамандардың ортасына салса, солардың алдарының бәрінде осы идеям толық қорғап шығуға мен әзірмін. Бұл жердегі ең негізгісі осы 100 күндік программаның бірінші 10 күндігінде тиімділік заңын қабылдатып, тиімділік кодексі негізінде бірнеше заңдар топтамасын жасап,
Сөйтіп, жаңылдегі айтқан үш принципті, мүдделілікті ояту, әділдікті орнату, мәжбүрлікті туғызу, осы үш принципті негізінде тиімділік заңын. Сол тиімділік заңы негізінде тиімді еңбек қатынасын орнату. Тиімді еңбек қатынасынан мынау әрбір деңгейде іс жүзіне асыру механизмі өте қарапайым. Бұл жерде тиімділік жұмысшы тобы құрылады. Әр деңгейде, президенттік деңгейде жұмысшы тобы, президенттік деңгейде тиімділікті несі жұмысшы тобы. Премьер-министрдің деңгейінде, премьер-министрдің басшылығында, президенттік деңгейдегі жаңалдегі жұмысшы тобы, президенттің басқаруында, және премьер-министрдің несінде деңгейінде, премьер-министрдің басқаруында, министрлік әр салада солардың басқаруында жұмысшы топтары, солар негізгі мәселелерді сол жерде шешеді. Солардың несінде болады. Ал енді президенттің деңгейіндегі жұмысшы топтың құрамында премьер-министр болмайды. Ол как исполнитель, ол өзінің несінде болады. Ал мынау президенттің деңгейіндегі жұмысшы тобының составын, құрамын, және оның қанша адам болатынын, және кімді алатынын президенттің өзі шешеді. Мен как автор ретінде, егер мені 100 күнге премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып, құзыретін беріп тағайындаса, менің бірінші орынбасарым қылып қазіргі премьер-министрді қалдырса, барлық министрлерді өз орындарында қалдырып, барлықтарына сондай мүмкіндік беріп, өздерінің жұмысын көрсетуіне мүмкіндік бергізем. Және сол жаңалдегі президенттің жұмысшы тобының құрамында как автор ретінде 100 күнге в виде исключения оның құрамында мен болғаным жақсы. Себебі автор ретінде менде осы мынау тиімділік парадигмасы бар. Бұндай тиімділік парадигмасы бар адам, басқа адам жоқ. Бұл жерде тек қана жаңалдегі автор ретінде менде сондай парадигма болғандықтан, сол жаңалдегі жұмысшы тобының жұмысын үйлестіру үшін, соған беретін жаңалдегі недегі тапсырмаларды премьер-министрдің саласында өз немдегі жаңалдегі жұмысшы тобын құрап, оның құрамына бірде-бір министрді кіргізбеймін. Әрбір министр өз саласындағы несінде болады. Және соның несінде бұл жұмысшы тобында әр деңгейдегіні, сол деңгейдегі басшының өзі басқарады. Және ол сондай құзыретке ие болады. Сонда мынау мемлекеттің негізге құрылғандағы негізге мақсат міндетін орындайтын, соны орындатуға күш жұмсайды. Міне менің ең негізгі. Сонда заңның үстемдігін, тәртіптің қатаңдығын орнатып, содан кейін бақылау және бағалау жүйесін орнатып берер еді. Міне 33 минут кетті. Қазір 2-4 секундтан кейін әлі де айтарым бар. Әке жағын